Сәлем достар, сәлем. Бүгін мен рецепт пісіретін болам. Әне ужинға балық пісірмекшімін духовкаға. Бұл бізге керегі кез келген балық. Менде мынау не дейді, шортан ба, не дейді, сондай балық. Мынандай кесіп алдым. Мен пышағым дұрыс өтпеді ме, дұрыс болмады, кішкене не болып кетті. Мынандай кесіп алдым. Бұны жуып, тұздап және салфеткамен. Қайнатылған картошка, помидор и балық. Енді бізге оның маринатына балықтың приправасы және қара бұрыш, сосын сұйық қажет. Сосын кориандр керек. Енді менде кориандр жоқ. Бүгін кориандр істеп көреміз. Кеттік онда. Мынадай қойып аламыз. Жуа керек, помидор керек. Сонымен картофелімізді, помидорымызды турап қойып алдық. Енді бұның үстіне тұз себеміз. Кішкене паприка. Картофелімізге паприка себек. Және бұрыш, қара бұрыш себеміз. Үстінен жартылай жуамызды қоямыз, яғни полукольцелік жарты дөңгелек. Немесе дөңгелек қылып та істеуге болады. Осылай жуамызды қойып шығамыз. Алмай себеміз кішкене. Осылай сүйемізді боламыз. Бүйтіп бұны қоя тұрамыз. Бізге балығымызға маринад керек. Оғамыз паприка. Паприка қосамыз кішкене. Қара бұрыш. Кориандр керек, негіз кориандр бар деп ойлап алмадым. Şimdi қатты. Балықтың приправасы. Және май. Қоямыз да бұны араластырамыз. Тұз бұрышталым, тұз саламыз. Мен балығым тұздалған. Төсекті азан тұз салдым. Сізде балықтарыңыз жасайтын кезде тұздалмаған болса, кішкене молырақ тұз салам. Балығымызды нетеміз, маринатын жағамыз. Şimdi sırtına oslayacağımız Şimdi osunu kартошкамыздың üstüne koyamız. Мінекей, балығымызды картошканың үстіне қойдық.
Енді осыны духовкада 20-30 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей. Ал, достар, келіңіздер көрейік. Уақыт болды. Қандай керемет. Күшті. Кәдімгі жетеді. Не қараңыздар. Қалай күшті піскен. Дәмді. Дәмді болып тұр. Міне, сонымен достар, біздің балығымыз дайын болды. Сізге ас болсын. Сау болыңыздар, жасап көріңіздер, және лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жасадыңыздар ма, сіздерде қалай шықты. Пока-пока.